Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек мереке, береке болсын. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме Қанат Мәмлүк деген жігіт жөнінде болғалы тұр. Бірнеше зона түрмелерден жанып тұрған кезінде сынбай өткен нағыз қазақтың ер азаматы Қанат Мәмлүк 1970 жылы бұрынғы оңтүстік Қазақстан, қазіргі таңда Түркістан облысы деп аталады. Осы Түркістан облысына қарасты Байжансай деген кеншілердің шағын қалашығы болатын. Байжансай екі таудың ортасында орналасқан. Өте керемет әдемі жер болатын. СССР-дің заманында тек Москваға ғана қарайтын. Сол уақытта Кентау, Жаңатас, Қаратау деген қалаларда кен орындары болатын. Бұл қалаларға СССР-дің дәуірінде пропискаға тұру дегеннің өзі мүмкін емес нәрсе еді. Міне осы Байжансайда 1970 жылы дүниеге келген Қанат Байжансайда сол уақытта әртүрлі ұлттар тұратын. Грек, түрік, орыс, Әзірбайжан балаларменен бірге ойнаған Қанат жас сайынан қайтпас ер мінезді бала болып өседі. Әр ұлттың балаларменен төбелесіп, әбден пісіп жетіледі. Мектеп қабырғасын аттағанда әкесі бос жүрмесін деп Қанатты күрес үйірмесіне береді. Сабақ біте салысыменен спорт залға келген Қанат бойындағы бар күш-жігерін жаттығуға арнайды. Осылай жүріп 8 класста оқып жүргенінде аудандық жарыстарға барады. Алғашқы жылы жүлдесіз қайтып, 9-10 класста ешкімге жүлде ұстатпайды. Қанаттың бойы мектепте оқып жүргенінің өзінде 1 метр 90 сантиметр 100 келі салмағы болатын. Дәл осы Қанат күресіп жүрген кезінде телевизорларда Сұлтан Бейбарыстың киносы көрсетілетін. Сол Сұлтан Бейбарыстың рөлін сомдаған Жантуринге Қанаттың түрі келетін болған соң, иықты, бойшаң, сығырайған көзі өте өткір болатын. Соған қарап, жора жолдастары Қанат Мәмлүк деп атап кетеді. Қанат 10 классы бітіргеннен соң Шымкент қаласына келеді. Ол уақытта СПТУ, ГПТУ деген көп болатын. Соның біреуіне оқуға түсіп, ағасының үйінде жатып оқып жүреді. Дәл осы кезең 1990 жылдар болатын. Дәл осы кезеңде СССР-дің іргесі шытынай бастаған кездеді. Елімізге шығыс спорттары, жекпе-жек түрлері, карате, таеквондо, кикбокс деген жекпе-жек түрлерінің секциялары ашылады. Қанат карате менен кикбоксқа қатар барып жүреді. Дәл сол уақыттарда Жан-Клод Ван Дамның «Кровавый спорт» деген киносы хит болып жататын. Ван Дамға еліктеп, Қанат шпагатқа отырып үйренеді. Дәл осылай жігітшілікті басаң өткізіп жүрген кезде бір вечерда бір жігітпенен ерегісіп қалып, екеуі жекпе-жекке шығады. Әбден спортқа машықтанған Қанат әлгі жігітті төбелес басталмай жатып, хайкикпен басынан бір теуіп, разворот жасап, тура бауырынан тепкенде әлгі жігіт ішін ұстап бүктеліп қалады. Төбелеске беріліп кеткен Қанат өзін-өзі тоқтата алмай, еңкейіп тұрған жігітті тізесімен бір тепкенде әлгі жігіт бүктеліп түседі. Дәл осы соққыдан жағы сынып кеткен екен. Не керек? Әлгі жігіттің әке-шешесі заң орындарынан шағымданып, Қанатты милициялар тұтқынға алып, Шымкент қаласындағы C3 тергеу изоляторына абақтыға жабады. Дәл осы кезеңде Шымкенттегі осы түрме және 31 зона қып-қызыл болып жанып тұрған кезеді. Келген этапты күтіп алып, шығып бара жатқан этапты тепкілеп ұрып, қан жоса қылатын. Қанат карантинге келгенде Қанатты 5-6 войскаменен бір режимник күтіп алады. Қанат автозектен түсе салысыменен жанындағы жігіттерге «Сендерді білмеймін, мен бұлармен конкретна қырылсамын» дейді. Айтып ауызды жапқанша әлгі 5-6 войсковик бұның жанындағы 5-6 зекті дубинкаларменен тоқпақтай жөнеледі. Бұған шыдамаған Қанат жетіп барып, әлгі войсковиктерді жағаларынан ұстап, теуіп, ұрып, сүйіріп, лақтырып, быт-шытын шығарады. Бұны көрген режимник бұған шамасы жетпесін біліп, тоқтаңдар деп тоқтатады. Дәл осы кезде
Дәл осы кезде оперчастың бастығы келіп, бұл нағылған төбелес деп, режимниктен сұрағанда, режимник Қанатты көрсетіп, мынау сойқан екен деп айтады. Оперчастың бастығы Қанатқа жақын келіп, сен тыныш отырсаң біз саған тиіспейміз дейді. Келістік деп екеуі келісіп, Қанатты первоходкыға апарып жабады. Арада 4 ай өткенде Қанатты сотқа шығарып, сотта Қанатқа 4 жыл срок береді. Ендігі жерде Қанатты 31-ші зона күтіп тұреді. Жан жақтан прогондардан естіген болатын. 31 жанып тұр. Карантинде күтіп алады. Мехмон, Қахар, Сұлтан Разақов деген режимниктер карантинді күтіп алып, оңдырмай сындырып, қолдарына повязка таққызып, тряпка ұстатып, зонаға кіргізетінге ұқсайды. Қанат жанында 5-6 жігітпенен 31-ші зонаға келгенде, тура Қахар карантинде күтіп тұр екен. Қахар дегеніміз бойы 2 метр, салмағы 120 тартатын, өте дәу, қарулы адам еді. Стройда кетіп бара жатқан зектерді, неге стройда сөйлейсің деп, жағасынан сүйреп алып шығып, мың жарым зектің алдында қан жосасын шығарып ұрып, талдырып тастайтын еді. Қахардың да, Мехмонның да, Сұлтанның да қолдары білегіне дейін қан еді. Талай зек жігіттерді осылай ұрып өлтіріп, өз-өзіне қол жұмсады деп, деланы жауып тастайтын. Міне, дәл осы Қахар карантинде этапты күтіп тұрған еді. Бұлар автозектен түсе салысыменен Қахар зектерді шетінен сүйрелеп ұрып, тоқпақтай бастайды. Жанындағы войсковик солдаттар құлаған зектерді тепкілеп, беспределді бастайды. Қанат автозектен қарғып түсіп, 1-2 войсковикті жағаларынан тартып бір-бір қойып қалғанда бүктеліп түседі. Бұны байқаған Қахар Қанатқа қарай тап бергенде, Қанат қолтығының астынан өтіп кетіп, аяғыменен Қахарды шалып, құйрықпен отырғызып қояды. Бұған намыстанған Қахар орнынан тұрып, Қанатты бас салғанда, Қанат қолдан шап беріп ұстап, кашырга деген прием болады. Әсіресе самбо күресінде қолданатын. Сол приемменен Қахарды арқасынан асыра 2-3 метрге лақтырып жібереді. Ауырсынып қалған Қахар орнынан тұрып, қайтадан Қанатқа қарай тап бергенде, Қанат сол қолыменен тоқтатып, оң қолыменен тура жағынан қойып жібереді. Тәлтіректеп тұрып қалған Қахарды малашка деген удар болады. Кикбоксингте, тайкондода қолданатын. Дәл осы соққыменен Қахардың бауырынан бір тебеді. 2 қолыменен ішін ұстап, Қахар тізерлеп отырып қалады. Дәл осы кезде қайдан келгені белгісіз Мехмон жетіп келеді. Мехмон дереу войскаға шетке тұрыңдар деп, шетке тұрғызып, 2 войсковикке Қахарды қолтықтап тұрғызыңдар дейді. Бауырдан нокаутқа түскен Қахар 5 минуттан соң әзер есін жинайды. Мехмон Қанатқа қарап, сені Кишаға жауамыз, тыныш отыр дейді. Не керек Қанатты Кишаға жауып, зонаға шығармайды. 3 айдан соң ғана Қанатты зонаға көтереді. Дәл осы кезде зонаға Көккөз Баха Құдайқұлов деген қарап отырған болатын. Жанында Пачка Америка деген апшаққа қарап отырған еді. Қанаттың сынбай, қап-қара болып өткеніне олардың көңілі толмайды. Себебі Қанат кез келген уақытта оларға стоп қоюы мүмкін. Осылай болып жүрген кезде бір күні бір Дневальный Қанатқа соқтығызып қоймайды. Бұл подстава еді. Қанат Дневальныйға, өй демал, сенің орның басқа жерде десе, әлгі жағаласып қоймайды. Ашуға мінген Қанат әлгі Дневальныйды бір ұрып талдырып тастайды. Апшақтың да күткені осы еді. Дереу Қанатты әңгімеге тартып, сен неге ұрасың деп, қол көтеруге болмайды деп, Қанатқа предъява жасайды. Қанат болса, ол кім еді? Ең отпущенный адам ғой деп, өзінікінде тұрып алады. И вообще сендер менің тағдырымды шешетін кімсіңдер? Менің басым шелек емес, әркімнің алдына тоса салатын дейді. Не керек? Қанатқа әлі жетпейтінін білген олар через менттер арқылы Қанатты қайтадан бурбараққа жаптырып қояды. Қанат намүлік ондайға сынатын азамат емес. Бурбарақта отырып, спортпен айналысып, прогулкаға шыққанда, прогулочный двориктің төбесіне қойылған қалың арматураларды турник сияқты ұстап алып, секіріп мініп, тартылып, жаттығу жасайтын. Қанаттың отырған камерасында кустарщик дегендер болатын. Сол кустарщиктердің Қанатқа сыйға тартқан әдемі нардысы болатын. Кустарщик дегеніміз ағаштан, күмістен, треха деген стальдан
пышақ істеп, түрлі әшекей заттар істейтін. Дәл осы нардыны таң азанда сағат 6-да войска келіп, бурбаракта отырған жігіттерді прогулкаға шығаратын, сағат 7-лерде таңғы асты тарататын. Дәл осы кезде сменде Серік Ақбас деген старший прапорщик сменнің бастығы еді. Ал жанында Маратенок деген прапорщик болатын. Үшіншісі өзбек старший сержант Акрам деген еді. Қанат Мәмүлік камерасына кірсе, нарды жоқ болып шығады. Қайтадан камерадан шығып, Ақбас Серікке нардымды қайтар десе, Серік Ақбас, өзек, сен маған указать ететін кімсің деп, Қанат Мәмүліктің намысына тиеді. Ашуға булыққан Қанат Серік Ақбастың, яғни старший прапорщиктің сүйреп алып шығып, шынтағымен аузынан қойып кеп жібергенде, өзі де әжептәуір жасқа келіп қалған прапорщик сол жерде талып түседі. Қаны басына шапқан Қанат Мәмүлік тамақ таратып тұрған баландиор, дәл сол баландиордың қасында тұрған Маратенок деген прапорщикті жетіп барып, аузынан бір ұрып, ішке кіріп кетіп, көтеріп алып, баландиордың арбасына бір-ақ ұрады. Бұны көріп тұрған басқа зектер Қанат Мәмүлік красава деп айқайлайды. Есіктің аузында тұрған Акрам дереу тревога беріп, войска шақырады. Әп сәтте войска жетіп келеді. Коридор өте тар болатын. Қанат стойка ұстап тұрып алып, бірінші келгеніңді теуіп, жаныңды жаннахамға аттандырамын деп айқайлайды. Оған да тоқтамай, жүгіріп келген бір войсковикті кешаның есігінде торланған торларды брусья сияқты ұстап, көтеріліп барып, қос аяқтап бір тебеді. Ұшып кеткен войсковик артындағы 2-3 войсковикпен қоса тоңқалаң асады. Дәл осы кезде Сұлтан Разахов, карантиннің басшысы, тоқтаңдар деп бәрін тоқтатады. Қанаттың жанына келіп, сені раскрутка қыламыз, болды тоқтат дейді. Қанатты қайтадан ПКТ-ға жауып, раскрутка береді. Прокурор келіп, Қанатты түрменің режиміне бағынбады деп, қалған мерзімін крети режимге ауыстырады. Қанатты ендігі жерде арқалықтағы крети режим күтіп тұрған еді. Не керек Қанат арқалыққа келгенде, арқалықтың крети режимінде Ораз деген жігіт отырған. Ораз да өте мықты, ер жүрек азамат еді. Оның кличкасы тісі жоқ Ораз еді. Міне осы Ораз екеуі тізе қосып, режимге қарсы голодовка ұстайды. Менттердің қысымына шыдамай, бұлар өз қарындарын кеседі. Ораз қарнын қатты кесіп жіберсе керек, 10 сантиметрдей шегі кесіліп кетеді. Ал Қанат, ол да кесілген, бірақ ішегі аман болып шығады. Тісі жоқ Ораз сол кесілістің салдарынан көп ұзамай дүниеден озады. Ал Қанат Мәмүлік қалған срогын сол жабық режимде өтеп бостандыққа шығады. Бірақ денсаулығы бұрынғыдай болмай қалады. Ұзын құлақтан естуімізше, сол зонаның зардабынан ауруға ұшырап дүниеден озыпты. Міне, қымбатты тыңдармандар, қазақтың нағыз жауға шабатын батырлары осылай өмірден өтіп кетті. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, әңгімелеріміз қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады деуші қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше, қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау, саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қарыштай берсін. Сіздер менен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.